Assalamu alaikum, құрметті мұсылман бауырлар. Алла тағала Адам алейхиссаламға Мекке деген жерге бар. Ол жерге әуелі сен, одан кейін сенің ұрпақтарын маған құлшылық жасайтын, маған дуа қылатын бір мекенді тұрғыз деп әмір етеді. Мен ол жерде сенің және сенің ұрпағыңның жасаған дуа тілектерін міндетті түрде қабыл етемін дейді. Адам алейхиссалам бұған: Раббым, менің бұған әлім жетпейді, тіпті мен Мекке деген жердің қай жерде екенін де білмеймін деп айтады. Сонда Алланың құдіретімен Алла тағала Адам алейхиссаламға былайша айтқан кезде жер бетіне бір періште жібереді. Ол періште Адам алейхиссаламды алып Мекке деген, қазіргі Мекке қаласына жолға шығады. Алланың құдіретімен қысқа бір уақытта олар Мекке қаласына жетеді. Олар Меккеге жеткен кезде Адам алейхиссаламның жанына әуелі Джебраил алейхиссалам және жанында 20 көмекші періште болып Қағбаны тұрғызуға кіріседі. Адам алейхиссалам Қағбаны 5 таудың тасымен Қағбаны тұрғызады. Ол 5 тау: біріншісі Тур тауы, екіншісі Зейтун тауы, үшіншісі Лубнан тауы, төртіншісі Джуди тауы, бесіншісі Хира деген. Осы 5 таудың тастарынан алып, осы Қағбаны Адам алейхиссалам тұрғызады. Және тұрғызғаннан кейін алғаш рет Адам алейхиссалам 7 рет Қағбаны тауф етеді. Тауф етіп болғаннан кейін Алла тағалаға бұлай деп айтады: Я Раббым, сен әрбір амал үшін бір сый бар деп айтқан едің. Бұл амалдың сыйы не дейді? Сонда Алла тағала Адам алейхиссаламға: бұл амалдың сыйы мен сенің жасаған бүткіл қателіктеріңді кешірдім дейді. Және де кім келіп күнәларымен осы жерге келіп 7 рет тауф етіп маған дуа жасайтын болса, мен де оның жасаған бүткіл қате кемшіліктерін, күнәларын кешіремін дейді. Міне сондықтан умраға, қажылыққа барып сол Қағбаны тауф етіп дуа жасамағандарға нәсіп етсін, барғандарға да қайтып бару баршаларымызға нәсіп етсін. Алла баршаңыздан разы болсын. Видеоның соңына келдік. Құрметті көрермендер, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар және бізге қолдау көрсетіңіздер. Келесі бейнеде кездескенше сау болыңыздар.